Сәлем достар, бүгін сіздермен жыртылмай, жабыспай, дара-дара болып пісетін сочный манты бірге дайындайтын боламыз. Міндетті түрде мені қолдап, лайк басып, пікір қалдырып отырыңыздар. Ең алдымен қамырын илейміз. Ол үшін ұнымызға бір жұмыртқамыз бен тұзды суымызды құйып, жақсылап қаттылау қамыр илейміз. Бұл жерде қамыр өте маңызды, сондықтан қамырын жақсылап ұйуын қандырып, әр 15 минут сайын қайтарып илеп тұрамыз. Енді салмасын дайындаймыз. Менде пияз, асқабақ, ет, ішмай және картоп болды. Барлығын кубиктап, ұсақтап турап аламыз. Дәміне қарай қара бұрышымыз бен тұзымызды қосамыз. Аздап сұйық май қосып жібереміз. Біздің салмамыз дайын, енді қамырымызды жаямыз. Көріп тұрғаныңыздай қамырдың үйі өте жақсы қанған. 4-ке бөліп аламыз. Мен бір бөлігін мантының түйу тәсілін көрсеттім. Осылай ұзынша етіп жайып, кішкентай бөліктерге бөліп аламыз. Дөңгелек жұқа етіп жайып алған қамырымызға салмамызды салып, бір шеттен бастап өріп дайындаймыз. Қалған мантыларды мен қарапайым тәсілде 4 бүріштетіп түйіп дайындадым. Мантымыз дайын, міндетті түрде жасап көріңіздер. Міне осындай дара-дара болып, әдемі болып піседі.